Selam aleykum. Aleykümselam. Adınız, soyadınız ne? Meni soyadım Dostmambetov Ленур Кашиповна. Ленурға қайсы көйде doğdunuz? Мен Өзбекстанның шерінде, Гулистан деген шерінде doğulganмын. 61 жылы 7 ноябрь айында. Ленурға айтарсыңыз бір ноғай бейітлеріні? Айта білесіз? Енді мен айтырым народный енді бұл монологеріміздің dinleseniz men айтуым böyle. Айт десеңіз айтайын оның айның бейтіні білгеннен соң тілім шым көрнекілі ақ дегенде көргеннен соң таңайым тақтатып қалғаннан соң қабырғамды ет қалдырмамай қақсыдырғандан соң анау қырының артында мынау қырының артында улақта бақтым улағымды қайтара алмай жылап та бақтым қатмағымды атып үстіме жаттым мұнша қызды қадіріме түскенден соң үрдемінде атыма ана бір екі бит айтып боламын. İnsan adını yarattırmay ya da at insan yarattırmay. Yaxşı adamın adını salsan, өзің табабаңда болған қат дегелерің арларын, қат бабаларың арларын, үшіндегі яш адылар бар, современный деген сөзде. Оны несі жоқ, жаны жоқ. Amma біздің сөзлерімізде, біздің адыларымызда жаны бар еді. Мені büyük ағамны, рахметліні, ады Девжет еді. Девжет демек сөз караванщик. Девлерін алып жүрген. O da büyük kişi болған. Ең сабырлы, ең күчлі кіші болған. О девін алып жүрмек қаш 100 километр o susuz, nesiz. Devini o'zingiz bilesiz, men oyog'ini aytmayman. İnsanda devini olib жүрген inson. Sağ olunuz. Eskiden başka nasıl milli bayramlar var idi? Ne aytabilirsiniz? Milli bayramlar bizler mına nasıl geçiriliydi? Bizim milli bayramlarımız mınaday шындыгыдей советлермен, ябырчилермен біз бірінші еркес осы табабалармен өткізеді байрамдар. Мына бүгін, допустим, байрамы, құрбан байрам. Табабалар қой сойып, бірінші қартылардан башылап, өксізлерге барғачы құрбан чалып, өзлеріне қазанда пішіріп, ойнап күліп, шай өткізгендер. Қыдырлес, o da yaxşı bayramdır. Nasıl geçiriliydi Hıdırles? Kurban bayram, Hıdırles'te қалақай pişirip, kölge çıkıp, simge varman. Erkes өзінің табабасында өзінің қалақайын тығытқан. Өзінің hesabına. Çünkü hepsinin, her bir insanın өзінің hesabı var, өзінің tonulары бар, өзінің niyeti var, өзінің neleri var. Şunun için erkes өзіне тығытқан da, қошап пішіргенler. Қошап бар. Мына қошап o шорбасы сайылы. Оның ішінде 7 түрлі несі бар. Оны апай кісілер жақсы біледі. Мен анамдардан мына апайымды пішіре ергелі. 7. Nasıl pişiriliydi? Tuzu, suyu, buğdayı, ondan da lezzetli şerbet, çorba yokturlar. Onu men sizga aytaman. Bayram kunida kelsangiz, biz sizga pishirib beramiz. Men sizga aytaman. Ne aytabilirsiniz? Biz qo'shab qo'shapni. O sho'rmani adı qo'shab.
Не айта білесіңіз байрамлар ақында? Байрамлар ақында біріншіден Құрбан байрам, Ораза байрам. Біріншіден мен лично өзім таңда, жақын болса таңда, ұзақ болса анама бабама ақшамдан барып қонып, таңда тұрып, бірінші олардың қолын алып, мен қайтайын, қоңшы қызметшілер келердер. Балалары бірінші келмек керек, бірінші күні бірінші келмек керек. Дәуірге қайтармады, бірінші күні бірінші келмек керек. Балалары, сен қоңшы қимет, сен талабалар, сен бүтін сойсолтылар. Құрбан байрам болсын, Ораза байрам болсын, любой байрам болсын. Ана қайырлы құрмет. Құрмет іште сайла, көзде сайла. Сөз, o da büyük şeydir. Nasıl aşlar pişirileydi bayramlarda? Nasıl aşlar pişirileydi? Birinciden biz çüberekni yaxshi ko'rardik. Sıcak mına anam rahmetli pişirerdi, solda salaydı biz bitirerdik onu. Endi eren evliyalarımızga, bütün asaba ata-babalarımızga, keçmişlerimizge koku çıkarılaydı. Kurban etinden bolsun, çüberek, etsiz bolsun, kartopman bolsun, ulanı koku çıkarıp biz mana shunday bayramlar o'tkazaylik. Bayramın doğru o'tkazsang ko'ngling tok deydi. Bayramın doğru o'tkazmasang o doğru bo'lmaydi. Anang babang yoluna ketgende uzak yaşasa da bir evge kirmemek gerek. Başta olarga uzak bolsa da olarga barıp şimdi qaytkanda kimge kirseniz de layık. Sağ olun. Siz belki komşularınızdan, tanışlarınızdan eşittiniz Ahmet Akay hakkında anekdotlarını. Ahmet Akay anekdot. Men anekdotlarımın doğrusunu aytsam dostluğumman. Men insan şakaman dostluğumman. Şakaman. Şakaman söz keldim mınaday karşılap algan sözler bu başkadır. Şaka o yaxşı taraf. Men saymayman yaxşı. Şakalanğanda insan tiline bakmayın. Akıllı yerinde bolmaydı. Türlü sözler aytıp jiberishi mümkün. Sağa yakmagan sözler. Şunun için men şakaman dost.